Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы ұстаздық ұлы құрмет, себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да ардақтауға міндеттіміз деген. Бүгін үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып атты сыр сұхбатымызда Аширова Жібек Тазабекқызы және Зиябекова Жібек Жорақызы қонақта. Ағылшын тілі әдістеме бірлестігінде 40 жылға жуық уақыт еңбек етіп келе жатқан арамыздағы тәжірибесі мол ардагер ұстазымызсыздар. Осы ұстаздықтың биігіне шыққан педагог ретінде сіздерді танимыз десек, артық айтқаным емес. Осы биікке қалай келдіңіздер? Өмір жолдарыңызды қалай бағалайсыздар? Жібек Тазабекқызы, өзіңізден бастасақ. Мен негізі осы ұстаздық мамандыққа кез келген оқушы алдындағы мұғаліміне еліктейді. Кез келген оқушы. Мен де сондай еліктеуден өзімнің ағылшын тілі пәніне қатты еліктедім. Мектепте жүргенде тілге қызықтым, жүрегімнің қалауы болды. Сол себепті де мен осы мамандықты таңдадым. Мамандығым менің мақтанышым. Қаншама оқушылармен жұмыс істеп келе жатырмын, қаншама шәкірттер шығардым. Шәкірттеріміздің бәрі жан-жақта жоғары жерлерде қызмет атқарып жатыр. Қай жерге барсақ та алдымыздан оқушыларымыз шығады. Шәкірттеріміз алдымыздан апай саламатсыз ба деп, мен мына жерде жұмыс істеп жатырмын, мен мынандай мамандықты игердім деген кезде, әсіресе менің ағылшын тілі пәнін таңдадым деп, ағылшын тілі пәнінің мұғалімім деген кезде мен қатты қуанамын. Біз оқушыларымыздың жетістігі, жеңісі менің өмірдегі жетістігім, жеңісім деп ойлаймын. Мен оқушы шәкірттерім арқылы өзімнің еңбегімді бағалаймын. Мұғалімдік мамандықты таңдағаныма дән ризамын. Мен осы мамандықты таңдауыма себепші болған, қазіргі тілмен айтқанда менің мотиваторым, құштарлығымды оятқан менің әпкем. Осы ұстаздық еткен 38 жыл ішінде 4 сынып тәрбиелеп шығардым. Қазіргі таңда көптеген оқушыларым биік белестерден көрініп қуантып жатыр. Шәкірттерімнің жетістіктеріменен марқаямын, мақтанамын. Бүгінгі таңда кейбір ата-аналар арасында мұғалім беделінің төмендеп кетуіне не себеп деп ойлайсыз? Рас, қазір мұғалім мәртебесі туралы көп айтылып жүр. Және де дәл қазіргі кезде мұғалімге дауыс көтеретін оқушы да, ата-ана да жоқ емес. Тәрбие тал бесіктен деген мен ойлаймын, әрбір тәрбиелі оқушының артында тағламы мол ата-ана тұр деп. Ата-аналардың ұстазға деген кері пікірлерінің, кері көзқарастарының жауабы мектепте мамандығын сүйіп келген нағыз ұстаздар мен осы мамандыққа кездейсоқ келген мұғалімдер себепкер шығар деп ойлаймын. Ал енді осы 39 жыл мұғалім болып істеген педагогикалық тәжірибемде жалпы менің ойым, ата-ана мен мұғалімнің арасында тығыз байланыс болған жағдайда, оқушының оң жағында ата-ана, сол жағында ұстаз тұрса, ол оқушы түзу өсіп жетіледі деп ойлаймын. Тағы да бір қосатын, мұғалім ата-анаға ереже емес, өнеге көрсету керек сияқты. Жібек Жорақызы, соңғы 10-15 жылда мектеп білім беру жүйесінде реформалар орын алды. Өте көп десе болады. Соның нәтижесіне көзқарасыңыз қандай? Қалай бағалайсыз? Иә, Лаура, мектеп пен білім саласында көптеген реформалар орын алуда. Бұл заман талабы. Қазіргі бала ертеңгі маман, ертеңгі ел болашағы. Біз бүгін оқушыға қандай тәрбие мен білім берсек, ертеңгі Қазақстан дәл сол деңгейде болмақ. Сондықтан да әрбір мұғалім жаңалықты жатсынбай қабылдап, оқушыларды әрбір өзінің сабағында
сабақ үдерісінде жаңа инновациялық технологияларды пайдаланып, білім беруді ақпараттандырып, коммуникациялық желіге шығып, оқушыларды шығармашылыққа, өзін өзі бағалауға, бірін бағалауға, сыни тұрғыдан ойлай алатын, бәсекеге қабілетті, іскер дағды қалыптасқан, келешекте кемелденген тұлға болуға құштар оқушыларды тәрбиелеуіміз керек. Өйткені дамыған елдердің қатарында болуымыз үшін, оларменен иық теңестіруіміз үшін, тереземіз тең ететін өркениетті әлемнен мәртебелі орын алуымызға ықпал ететін бірден бір құдірет ол білімді ұрпақ. Мектеп тынысына қанық білім беру саласында 40 жыл еңбек еткен маман ретіндегі пікіріңіз, қазіргі білім беру мен тәрбиеде күн тәртібіне қоюды шұғыл шешімді қажет ететін өзекті мәселе не деп ойлайсыз? Білім мен тәрбие әрқашанда күн тәртібіндегі басты да өзекті мәселе. Білім әрбір ұлттың ақыл-ойы мен ерік-жігерін қалыптастырушы керек. Қазір әр мұғалім барлығымызда сабағымызда білім берудің ұлттық жүйесін қалыптастыратын және сыртқы кері күштерден қорғаныс ретінде әр сабағымызда ұлттық құндылықтарымызды және жалпы адамзаттық құндылықтармен сабақтастырып өтіп жатырмыз. Дегенмен, оқулықтарда бізде жүйелілік пен тұрақтылық жетіспейді. Бұл менің жеке пікірім. Алдағы уақытта осы ұлттық құндылықтарымыздың асылдарын асқақтата отырып, осының негізінде оқулықтар шығарылса деген ұсынысым бар. Жібек Тазабекқызы, егер сіз балаға өмір бойына азық болатындай бір ғана кеңес бере алатын болсаңыз, не айтар едіңіз? Балаға өмір бойына азық болатын кеңес дейін ба, ақыл дейін ба айтатын болсам, айтар едім: Абайды оқы, Абайды таны. Абай хакімнің сөзімен айтқанда 5 нәрсеге ашық бол, 5 нәрседен қашық бол дер едім. Сіздердің еңбек жолдарыңыз жастарға қашанда үлгі. Өмір мектебінде ақыл кеңестеріңіз кейінгі жасқа бағдар. Бүгінгі сыр бөлісіп, сұхбат бергендеріңізге үлкен рахмет.